Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үйге берген тапсырма бола, мына QR код арқылы квест тапсырмасын шешесіздер. Өздеріңіз қасындағы жоқ бол орындасаңыздар болады. Ал оқушылар келіп түсіріп алсаңыздар болады. Ал оқушылар сәттілік. Жаңа апай жаңа квест деп еді ғой. Ендеше алтын адамның үстіне барып құпияны ашып көрейік. Кеттік. Міне алтын адам. Неде болса құпия болса алтын адамда. Іздеп көрейік онда. Кеттік. Мұны мен бір қағаз көрген сияқтымын. О, алтын адам. Кемел Ақышев, Қаныш Сәтбаев. Бұл не болды? Жаңа апай квест керек жоқ па? Бұны кітапханадан іздеп көрейік. Кеттік. Аңсар қылда шықса. Кітапхананың не екенін білесің өзі? Я білемін. Аяқ міне кітапхана. О, кеттік. Саламатсыз апай. Бізге мына құпияны ашу үшін кітаптарға жетеді, бересіз бе? Кімдер екен олар? Қаныш Сәтбаев, Кемел Ақышев, алтын адам туралы кітаптарға жет. Қане көрейінші. Бізде Медеу Сәрсекеннің «Қазақтың қанышы» атты роман-эссе кітабы бар. Көрсетейін. Söz vereyim, tыңдайық. Сөзге берілген тапсырма бойынша квест тапсырмасын шештік. Ол бойынша біз Қаныш Сәтбаевтың кімнен екені туралы зерттедік. Қаныш Сәтбаев ауылдағы қиын жағдайға тап болады. Яғни ауылдағы әпкесі мен жездесі аштықтан көз жұмады. Ол ауыл балаларын және өзінің жиендерін Қансақбайға алып кетіп, тәлім тәрбие береді. Оның ішіндегі өзінің жиені Кемел Ақышев деп бар. Кемел Ақышев 1969 жылы алтын адамды тапты. Кемел Ақышев және Қаныш Сәтбаев екеуі бір-біріне туған нағашылы жиен.